Сәлем баршаңызға, сіздермен Шамшырақ подкасты және мен Хамит Бибінұр. Бүгін біздер ана мен баланың психологиялық саулығы туралы әңгіме өрбітеміз. Жақынырақ жайғасыңыздар. Біздің YouTube арнамызға тіркеліп кетіңіз, лайк басып қойыңыз, пікірге сұрақтарыңыз болса қалдырыңыз. Өйткені бүгін біздер эксперт қонағымыз, мектеп психологы Назира Жұмагелдіқызы, қош келдіңіз. Кеше сіздің Instagram парақшаңыздан көрдім. 10 октябрь күні әлемдік психологиялық саулық күні екен, иә? Құтты болсын, сіздің эксперттік сондай мерекеңіз екен, иә? Қош келдіңіз, өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Ең бірінші шақырғаныңызға рахмет, және сіздің осы жобаңызға сәттілік тілеймін. Сізде мағыналы, пайдалы подкасттарыңыз көп бола берсін, оқырмандарыңыз арта берсін. Енді ең бірінші өзімді таныстыратын болсам, аты жөнім Назира Жұмагелдіқызы. 18 жыл, биыл 19 жыл мектепте педагог-психолог болып жұмыс жасап жатырмын. Өзіміздің Оралдағы Махамбет Өтемісұлы атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті болды ол кезде. Сол университеттің педагог-психолог факультетін мамандығы бойынша аяқтадыңыз, иә? Қазіргі уақытта тұрмыстамын. 5 баланың анасы, ата-енеммен тұрамыз, үлкен отбасы. Мектепте жұмыс жасаумен қатар, қазіргі уақытта биыл 2-ші жыл жеке кеңес беруші психолог ретінде өзімнің жаңа кәсібімді бастап жатырған жайым бар. Өте керемет. Енді қазір деген мектеп психологтарына, мысалы менің кезімде, енді біздер мектепте оқыған уақытта, жұмыс жасаған уақытта да бір мектепте бір жағдайлар болып жатады ғой. ЧП деп айтамыз, я бала бір нәрсе білдіріп қойса, я болмаса балдар арасында келіспеушіліктер, түсініспеушіліктер болып жатады, иә. Сол кезде бір барлық кінәні бір крайний бір адам керек қой. Сол бір бәрін мектеп психологынан көріп жатады, иә? Сізге сұрақ, осы мектеп психологы мамандығын қалай таңдадыңыз? Не үшін осы мамандықты қаладыңыз? Және мектепте, жалпы мектеп психологының бір күндік қызметін айтып өтесіз? Жақсы, сұрағыңызды түсіндім. Ең бірінші негізі өмірде ештеңе кездейсоқ болмайды дейді ғой. Мен негізі бұл мамандықты кездейсоқ таңдадым. Енді біздер мектеп бітірген кезде 2001 жыл болатын. Ол кезде аса көп мамандықтың былай түрлері де көп емес еді ғой. Менің негізгі бір ішкі жоспарым болғаны жаңағы биология, химия, биология пәнінің мұғалімі боламын деген мақсатта сол пәнді таңдадым да. Мүмкін универге түспей қалған жағдайда жаңағы мед колледжға барам деген сияқты сондай бір өзімнің жоспарым болды. Сондай болды. Сосын сол жылы жаңағы мен сыныптасым айтады, жаңадан факультет ашылып жатыр екен, онда грант көп болатын шығар деген сияқты сондай. Сосын психология деген, сосын мен бізде мектепте болды ғой енді этика деген сабақ, сондай бағытта екенін түсіндім де, бірден ойланбастан сол бағытқа бардым. Және сол шешіміме ешқашан өкінбеймін, себебі бұл мамандық ең бірінші өзімнің ана ретінде, жар ретінде қалыптасуыма өте қатты әсер етті. Себебі менің оқушы кезімдегі мінез құлқым, әдеттерім мүлдем басқаша болса, қазір мен қатты өзгердім деп айта аламын осында. Осы мамандықты өзіңізге пайдаланып, менің өміріме өте қатты пайдалы болды. Енді жаңағы 2007 жылдары мен сол декреттен бірінші қызым дүниеге келгеннен кейін декреттен шығып ең бірінші жұмысқа орналастым. Жаңа сіз айтып жатырсыз ғой, мектепте оқығанда қандай болды деп. Сол кездегі сәтті есіме түсірдім жаңа сіз сұрағанда. Мүлдем басқаша болды ол кезде. Қазір бір жақсысы біздің елімізде психолог жұмысы жылдан жылға жүйеленіп, жақсарып, сапасы да артып келе жатыр деп айта аламын. Себебі алғашқы жылдары тек қана тіпті педагогтардың өзінде түсінік сол кезде солай болды деп ойлаймын. Мен бірнеше мектепте жұмыс жасадым ғой, сол кезде жаңағыда тек қана тәртіпсіздік болған кезде ғана психолог есіне түседі деген сияқты. Қазір енді мүлдем басқаша. Мысалы, мектеп психологтарының өзі бірнеше бағытта жұмыс жасайды ғой. Мысалы, диагностикалық тесттер өткізеді, анықтайды баланың эмоционалдық күйін, Сосын жаңа сол диагностика бойынша жоғары деңгей көрсетіп
тұрған балалармен жеке де жұмыстанамыз біздер. Топтық тренингтар, әртүрлі дамытушы, түзетуші сондай өткіземіз. Сосын педагогтардың өзімен, ата-аналармен ағартушылық жұмыстар. Көбіне бізде сол ата-аналар жиналысы, жаңа мектептегі жиналыстарда көбірек өзіміздің жаңа пайдалы кеңестерімізді беріп, олардың жаңа өзекті сұрақтарына жауап беруге тырысамыз. Сондай бағыты да бар. Және де мен айтқым келетіні, қазіргі уақытта жасөспірімдердің, балалардың да мектеп психологына деген сенім артуы жылдан жылға артып келе жатыр. Құрмет, құрмет, сенет уже бұрынғыдай. Себебі әрбір мысалы мамандықтың өзінің бір несі болады ғой. Мысалы біздің мектеп психологтарының ең бірінші кәсіби жаңағы ережесі ол құпиялылық. Біз алдымызға келген кез келген клиенттің мәселесін құпия сақтауға жауаптымыз. Мұғалімдер бөлмесінде кейде деген шәй барысында айтып, обсуждать етіп отыратындар бар ғой, негізі. Кейбір жаңағы құпиялықты сақтамай бұзатын жағдайлар бізде мысалы мектепте орын алған болады. Бұл жерде енді адами фактор деп те ойлаймын. Себебі енді мысалы мен жалпы былай көбіне мысалы мұғалімдер осындай болу керек деген сияқты сондай ұстанымдарға негізі көбіне келіспеймін. Себебі адамдар қай мамандықтағы адамдар да әртүрлі болады. Ол жеке адамның өзіне байланысты. Енді мен ойлаймын, ондай олқылықтар қазір менің әріптестерімде көп болмайды деп. Бастапқы уақытта жаңағы ерте ең бірінші мен мысалы 2007 жылы мектепке барған кезде мен шалғай ауылға ең бірінші жас отбасы болғандықтан, кішкентай баламыз болғандықтан біз ауылдық жерден бастаймыз деп жолдасымыз екеуміз жұмысқа кірген болатынбыз. Сол кезде мен барғанда менің алдымда кәсіби психолог болмаған. Ол мектепте мысалы басқа бір білімі бар мұғалімдер атқарған. Сол мен ойлаймын, қазіргі мысалы біздің соңғы жылдарда бұл мәселе қазір жоқ деп ойлаймын. Қазір жақсы жолға қойып келе жатыр. Әрине жауапкершілігі өте көп және ауқымды жұмыс. Және осы жерде пайдаланып, мысалы мен ата-аналарға да айтқым келеді, бір көп ата-аналар қазір мысалы психолог мысалы негізі былай ғой, жеке кеңеске мен мысалы жеке мен өзімнің жаңа кеңес беру кабинетімен салыстыра отырып айтқым келгені, әдетте неге мен осы жеке кеңес бергенді қаладым? Себебі бұл жерде ата-ана өзі іздеп келеді көбіне. Мен жаңа нешам енді бала тәрбиесі болғандықтан мектепте біздердің жаңағы тікелей қызметіміз, біз баланың бойындағы бір мазасыздық, жаңа өз-өзіне сенімсіздік деген сияқты қасиеттерді байқағаннан кейін біз ата-ананы керісінше өзімізге шақыру керек боламыз. Жаңа сіздің балаңызға көмек қажет дегенді. Соны қабылдайтын да ата-ана бар, қабылдай алмайтын да ата-аналар бар. Мысалы, олар басқаша уже мектепке шақыртып жатыр ма, бірден баласына дүрсе қою мүмкін. Мен шақыртып жатыр, сен не бүлдірдің деген сияқты. Сондай көзқарастан аулақ болыңыздар деп айтқым келеді ата-аналарға. Керісінше мысалы біздің мемлекет осылай мектепке психолог штатын ашып, сіздерге осындай қызмет көрсету түрін ұсынып тұрғанда, керісінше пайдаланып, оны пайдаланып, керісінше бала тәрбиесінде қиындықтар болса, мен баламның мысалы мінезінде осындай қиындықтар бар, не істесем болады, қалай көмектесе аласыз деген сияқты келіп жұмыстан. Онда айтады, психологтар айтатын болып тұр. Мен мысалы олай жүгініп көрмеппін. Маған да пайдалы ақпарат болып жатыр. Енді мектеп психологы ретінде жалпы системаға қандай өзгерістер енгізер едіңіз сіздің тарапынан? Жаңа 18 жыл мектепте жұмыс жасап жатсыз, көресіз, сол айналадасыз ғой. Не өзгертер едіңіз? Нені енгізгенді қалар едіңіз? Мен негізі жаңа айттым ғой, бірнеше бағыттары бар деп, және ауқымды деп. Қазір мысалы бір мектепте бізде мысалы 600-дің үстінде оқушы болса, біз 2 психологпыз. Мен егер өзгеріс енгізетін болсам, психологтардың санын көбейтер едім, жұмыстың сапасы жақсы болу үшін. Немесе менің өзімнің жаныма жақын, мысалы кеңес беру маған өте жақын. Сондықтан мектепте кеңес беруші бір психолог, жаңа инклюзивті балалармен жұмыс жасайтын бір психолог деген сияқты, солай сол кезде жұмыстың сапасы да артатын еді. Себебі физикалық жағынан кейде үлгермей қалатын жайттар болады. Биыл мысалы бір жақсысы бізде диагностикалық әдістемелерді дайетіп, мысалы қағазға шығарып, оқушыларға таратып, есептеп солай жүрсек, қазір оны цифровизация арқылы жаңағыдай арнайы платформада жауап беріп, тез есептеліп, сондай жеңілдетіп жатырған жақсы жаңалықтары бар.
менде мысалы ой келеді, неге мен ол уақытымды лучше мысалы өзім кәсіби біліктілігімді арттыруға бір кітап оқуға арнамаймын, немесе жаңағы ата анамен оқушымен жеке кеңес беруге неге арнамаймын деген сияқты сондай ой туындайды. Мысалы жаңа статистикаларды жасайсыздар ғой, содан кейін оның жаңа сіздер іште өздеріңіз мұғалімдермен отырып қорытынды жасайсыздар ма, талдау деген сияқты? Мектепте психологиялық қызметті жүзеге асыру үшін бұл жерде тек қана бір психолог емес, мана сіз айтқандай бірнеше жаңа тәрбиесі жөніндегі директордың тәрбиесі жөніндегі орынбасары, сынып жетекші, пән мұғалімдері, егер пән мұғалімдеріне қатысты ситуациялар болса, ата-аналар солар бірнеше жаңағы тараптан болады. Және мысалы қазіргі ең көп проблема ол буллинг қой бізде. Мысалы буллингтің алдын алуға арналған немесе буллинг деңгейін зерттеуге арналған әдістемелер болғанда біздерде жоғары деңгей шықса, сол оқушымен мысалы жеке жоспар құрылады, ата-анаға түсіндіріледі, және жаңа сынып жетекші бірнеше педагог мамандар бірлесе отырып жоспар құрып, бұл оқушының жаңа өз ортасына сіңісіп кетуіне, егер оны шеттететін болса, бөлетін болса, мысалы мындай сұрақ, тек қана осындай тәртібі жағынан нашар, одан кейін сабақ үлгерімі нашар қала берді, буллингке ұшырап жүрген, тағы да суицидке жаңа бейім балалар болады. Тек сондай балалармен жұмыстаныстырды. Анандай жақсы оқып жүрген, көп проблемасы жоқ балалар болады ғой. Бірақ кейде солардан да суицид шығып қалып жатады, кейде жаңағы тентек балалардың тізімінде жоқ балалар, мысалы бізде Оралда мен тұратын ауданда сондай жағдай болды. Былай қарасаң, өзімен өзі жүрген балалардың ішінен де анықтай аласыздар ма, мысалы диагностика жасап? Иә, ол диагностикада көбіне мысалы тентек балалар емес, мысалы керісінше мазасыздық деңгейі көбіне сол өзіне көп жауапкершілік алатын, жаңа перфекционист, синдром отличника болады ғой, сол оқушыларда керісінше кейде көп шығуы мүмкін. Олармен де жұмыстанасыз? Әрине. Жалпы былай енді әртүрлі ұбт-ға дайындық деген сияқты топтықта бола береді ғой бізде, мысалы әртүрлі қалай стресстен арылуға көмектесетін әдістерді үйретеміз тренингтерде, сондай болады. Ал енді 18 жыл сіз мектепте жаңағыдай мектеп психолог болып жұмыс жасадыңыз. Ал жеке кеңес беруге сізге не түрткі болды? Қалай бастадыңыз? Басында қорқыныш болды ма сізде? Негізі көп адам, мысалы фотографтардың арманы бір фотостудия ашу, психологтардың да арманы шығар деп ойлаймын, мысалы мектеп психологтар жеке кабинет ашу. Әрине. Енді менде ең бірнеше себеп болды. Біріншіден менің өзім, мысалы адам орта жасқа келе бастайды ғой, кішкене выгорание деген болады. Мен осылай өмір бойы жүре берем ба деген сияқты бір өзгерісті қаладым. Екіншіден мен мысалы мана айттым ғой, 5 балам бар деп. Менің 2 қызым үлкен, содан кейінгі араларында бірнеше жаңа 8 жылдан кейін сосын 3 кішкентай балаларым бар. Және олардың жас айырмашылығына қарай, мысалы тәрбиесіне де басқаша уже білім керек екенін өзім байқадым. Мен ана ретінде, өзім психолог болсам, өзім ана болсам, мен бұлардың мысалы бойындағы қиындықтарды, мәселелерді мен қалай басқаша шешем деген сияқты өзіме сұрақ қойдым. Сосын кішкене менде болды, мысалы кішкене бірнеше басқа салаға кетсем бе деген сияқты да ойлар болды. Мысалы пандемия кезінде мен жаңа жолдасымыз екеуміз азық түлік сататын дүкен ашып та көрдік деген сияқты, подгузник сатып та көрдім деген сияқты. Былайша айтқанда былай бизнестің басқа салаларында көрдім, бірақ мен бәрібір де өзімнің жүрегім осы мамандығымның саласына бір несіне тартып тұрды. Сондықтан біздің Қазақстанда көптеген мамандар бар ғой, жақсы. Сол Алматы қаласына барып оқу менің бір арманым болды. Декретке қайта шығып жүрген кезде көп аналарда ол болады деп ойлаймын. Бір нәрседен қалып қойған сияқты менде сондай бір ішкі жанталас пайда болды. Сосын барлық мүмкіндіктерді іздеп, жаңа мен балам кішкентай, Алматыға барып оқи алмаймын, онлайн оқысам ба екен деген сияқты. Енді қазіргі курстарда аз ақша тұрмайды ғой. Сөйтіп жүргенде, мысалы біздің облысымызға жақсы танымал өрлеу педагогтардың біліктілігін арттыру институтында көп жылы бойы бізге жаңа тренер болған Құралай Шамратқызы деген психолог бар. Ол кісіде мысалы көп жылдар бойы жұмыс жасап,
өзінің жеке кабинетін ашқан болатын. Сол жаңағы Орындық Алмасқызы деген бұрын әріптесім болған екеуі менторлық курстарын ұсынып жатырды. Сол сәтте менің жаңа іздегенім алдымнан шыққандай болды. Бірден осы курсты оқимын деп шештім. Кәсіпке батыл қадам деген. Бұл жерде тек қана мен именно психологияның кеңес беру саласын терең зерттегім келсе, бұл жерде сонымен қатар Инстаграм жүргізу, былайша айтқанда инфобизнес дейді ғой, личный бренд қалыптастыру, соның алғы шарттарын да үйретті бұл кісілер. Сондай менің өмірімде сондай адамдар кездескеніне себепші болғанына өте қуаныштымын. Себебі бұл курс менің одан арғы үлкен мұғалімдермен, ұстаздармен танысуыма онлайн болса да осы саланы тереңірек зерттеуге, көптеген жаңа кітаптарды оқуыма деген сияқты менің қызығушылығымды арттырып, менің тіпті мектептегі жұмысымның өзі мен өзіме байқалады, бұрынғыдан қарағанда құлшынысым да арта түскен сияқты. Бұрынғыдай бәрібір білім керек, адам деген үздіксіз дамып отыру керек деп айтады ғой. Ал жаңа психологиялық кеңес бересіз, ата-ана қандай жағдайда психологиялық кеңеске, кабинетке бару керек? Жақсы сұрақ. Енді көбіне былай қарағанда бізде ата-аналар уже мәселе қатты ушығып, басқа уже баламен қарым-қатынас құру мүмкін емес болған жағдайда келеді. Негізі кез келген бір сіздің, мен ата-аналарға айтқым келеді, бір мазасыздық тудыратын болса, ішкі уайымыңыз көп болса, егер бала тәрбиесіне қатысты отбасында жиі кикілжің болатын болса, және жасөспірімдік шақтарда көбіне болады, уже баламен сөйлесу мүмкін емес та, сондай бұл белгілер уже маманның көмегіне жүгіну керек деген сөз. Және де қазір мен актуалды деп ойлаймын, мына қыркүйек келгенде басталады ғой, үй тапсырмасын орындау деген сияқты. Сол кезде көп аналардың жүйке жүйесі былайша айтқанда сыннан өтетін кез ғой. Яғни егер ата-ана баланың сабағына қатысты қатты қобалжитын болса, оның бағасы үшін педагогтарға конфликтке түсетін болса, үй тапсырмасын орындауда үнемі үйде кикілжің болатын болса, бұл жерде негізі баланың проблемасы емес, бұл ата-ананың проблемасы. Ата-ана өзінің бойында әртүрлі мазасыздықтар бар деген сөз, әртүрлі өзінің бір ұстанымдар бар, ішкі, соған баласы сай болмағандықтан да ашуланады. Мен сіздің Инстаграмнан оқыдым. Ол баланың психологиялық саулығы ананың психологиялық саулығына тікелей байланысты деп айтасыз, Сол ішінде өзіңіздің ананың психологиялық саулығына қатысты курстар өткізеді екенсіз, онлайн. Оның мен жоспарымен де танысып өткен болатын. Маған қатты ұнады, шынымен де мен деген жоспарыңызды сіздің жазып алған болатынмын. Ішінде баланың өзі бағалауы, ол да керек нәрсе, қазір деген түсініп жатырмыз ғой, адамның өмірінің сапасы ол өзінің өзін бағалауда, самооценкасында. Одан кейін жауапкершілік үйрету туралы да үйретеді екенсіз, баланы қалай біз жауапкершілікке баулимыз, осы туралы айтып өтесіз. Одан кейін бауырлар арасындағы бауырмалдық, татулық туралы да қозғайсыз, сол маған өте қатты ұнады. Жақсы, енді былай курстың әрбір тақырыптың өзін тарқатып айтуға болады. Ең бірінші мен мысалы айтқым келетіні аналарға арналған деп айтып жатырсыз ғой, мен парақшамның өзі байқасаңыз аналарға бала тәрбиесі туралы айтылатын. Себебі енді барлығымыз мойындаймыз ғой, көп нәрсе әйел адамға байланысты. Әйел өзгерсе, отбасында барлығы өзгереді. Мысалы, жолдасын да өзгертуге болады деген сияқты. Біздің қазір осы Орал қаласында Жансыра деген психологиялық орталық бар. Құралай Шамұратқызы негізін қалаған. Кезінде мен өзім шәкірті болсам, бүгінгі күнде біз серіктес болып бірнеше психолог жұмыс жасаймыз. Негізгі қызметіміз біздің кеңес беру. Менің өзім жеке мысалы именно аналарға кеңес беретін болсам, ол кісілерде басқа әртүрлі мәселелер бойынша кеңес береді, және біздің біріккенде жобаларымыз болады. Мысалы, әртүрлі марафондар, бір кезең подростықтарға, жасөспірімдерге арналған тренингтер жүйесін өткізіп жүрдік. Соның ішінде менің өзімнің жиі өткізетінім көбіне онлайн өткізу. Мысалы, жарнамаңды ұсынасың ғой, сол кезде көбіне менде онлайн да офлайн да ұйымдастырамын. Себебі бізде орталықтың мүмкіндігіне байланысты енді 5-10 ата-ананы жинауға болады, болады шақыруға.
бірақ сонда мен бір айтатыным, қазіргі адамдарда мына уақыт жоспарлау жағынан не бола ма, қиындықтар бола ма. Мен көбіне сенбі күндеріне қоямын ғой, мысалы той болып жатады, қонақтық болып жатады, келгім келіп тұрады, маған керек бұл тақырып, бірақ келе алмаймын деген сияқты. Сосын біздің былай салыстырмалы түрде қарасақ, Орал қаласынан гөрі Ақтөбе, Атырау қалаларынан ол жақтың халқы кішкене көбірек психолог көмегіне жүгінеді екен. Сондықтан да онлайн түрде де көбіне өткізеді. Ол да бір мәдениет сияқты, психологқа жүгіну мәдениеті, негізі өз-өзіңе қамқорлық жасаудың бір түрі деп айтайын. Себебі қазір жақсы ғой, мен мысалы көптеген жас аналарды байқаймын, өздеріне жақсы сапалы уақыт өткізеді, жаңағы тренажерный залға барады, спаға барады деген сияқты күтім жасайды. Бұның барлығы дұрыс. Дәл сол сияқты енді мысалы адамның өміріне кедергі келтіретін, үнемі негативті эмоцияға беріліп кететін болса, жаңа жолдасымен қарым-қатынаста үнемі кикілжіңге түсе беретін болса, бір проблема айналып келіп соға беретін болса, немесе баланың несіне шыдай алмайтын болса, әртүрлі негативті эмоцияларына, ол кезде бұл психолог көмегіне жүгініп, бір нәрсе дұрыс емес деген сөз, мәселені реттеп алу өзіңе жасаған қамқорлық бұл. Жаңа психикалық денсаулығын сақтау деп айтар едім. Енді жаңа өзін өзі бағалауды айтып жатырсыз ғой, негізі бала дүниеге келгеннен бастап ең бірінші оның өсетін ортасы, ол қоғамы, ол отбасы. Енді көп ата-аналар былай келеді ғой, мен баламмен жұмыстаныңызшы, сіз психологсыз ғой, жаңа әртүрлі нелерін айтып келеді, мәселелерін, агрессивті өте, немесе өз-өзіне сенімсіз, ұялады, тақтаға шыққанда сабақ айта алмайды деген сияқты мәселелермен алып келеді. Мен сол кезде бірден ата-аналарға айтамын, егер бала 6 жасқа дейін болса, 6 жасқа дейінгі балалардың мәселесімен келеді бізге, сол кезде айтамын, бұл жерде ең бірінші ата-ана кеңес алу керек. Себебі сіздің тарапыңыздан бір нәрсе дұрыс болмай тұр деген сияқты. Және де басқа да жасөспірімдермен болғанда да ата-аналарға айтамын, ең бірінші өзіңізде, мысалы баладан бөлек өзіңіз кеңес алуға дайын болыңыз деп. Себебі мысалы әрине жасөспірімдерге біз жақсы әсер ете аламыз, бірақ ол үйге барған кезде сол ата-анасының тарапынан сол отношение қайта-қайта келе беретін болса, былайша айтқанда ол пайдасыз болып шығады. Сондықтан да енді өзін өзі бағалау туралы айтатын болсам, бұл тұлғаның жалпы фундаменті деп айтуға болады. Өзі туралы ойы ғой, өзін өзі бағалау деген. Ол қалай қалыптасады? Ең бірінші отбасында келгеннен бала мектепке барғанға дейін ата-анасының, үйдегі басқа да отбасы мүшелерінің оған деген қарым-қатынасы қандай, оған қандай сөздер айтты, қандай әрекет жасады, соның негізінде қалыптасады. Және осы жерде енді көптеген қателіктерді табуға болады ғой. Қандай қателіктер жібереді ата-аналар? Енді көп маған келетін енді сізге келгенде ашылып айтады ғой, мен бүйтем, сөйтем. Мысалы, осы жерде жеке кеңеске келгенде айта кеткім келеді. Бірнеше ережелерді айтамыз біздер. Ең бірінші ол құпиялылық, мана айтқандай. Мысалы, себебі мен ең бірінші жеке кеңесті беріп бастағанда, мана сіз басында сұрап жатырдыңыз ғой, қобалжу болды ма деген сияқты. Әрине болады. Бұның барлығынан жайлап өттім деп ойлаймын. Және бұл сәтте ең бірінші біз келгенде құпиялылықты айтамыз. Мысалы, ортақ таныстарымыз болуы мүмкін, немесе таныс адамдарың да келуі мүмкін. Ол жеке кеңеске келгенде ол адамды мүлдем басқа қырынан танисың. Екінші қойылатын клиентке талап ол шынайы болу. Көбіне бізде енді ата-аналар өзінің тарапынан болатын бір әрекеттерін ұялып айтпай қалады ғой. Шынайы болу керек, себебі ол егер шынайы болмаған жағдайда біздің беретін ол адамдарға үй тапсырмасы ретінде береміз, әртүрлі техникаларды қолдануға, ол уже дұрыс емес болып шығады. Былайша айтқанда қате кетеді, дұрыс диагноз қате қойылады, солай сияқты. Және ол үшіншісі, көбіне мысалы көп адамдар келгенде бірден бет әлпетінен байқап тұрасың, психологқа келгенде сондай бір сиқырлы таяқша күтеді ғой, келгенде бір чудо болып кететін сияқты. Нәтиже 100% психологтан күтуге болмайды, 50-50 деп айтамыз. Мысалы, бағыт береді, сіз соны орындау керексіз ғой. Мысалы деген, енді қалай деп салыстырайық. Мысалы, сіз деген сіз психологтың қызметін сатып алдыңыз да, келдіңіз, 1 сағатқа ақшаңыз төленедіңіз, жаңа мәселеңіз бойынша айқындап, өзіңізге бір жаңағы ұсыныстар жасау керек, тапсырмаларды, техникаларды алып кеттіңіз. Енді ол, мысалы, айтайықшы, кез келген бір нәрсені
ну мысалы деген сіз базардан алдыңыз да бір техника сатып алдыңыз да оны үйге әкеліп қойсаңыз, мысалы пылесос алдыңыз, ол үйге әкеліп қойсаңыз ол үйіңіз таптаза болып тұрады деген сөз емес қой, сіз онымен жұмыстанасыз, жасайсыз. Сол сияқты, дәл сол сияқты сіз әрекет ету керексіз ары қарай. Сол кезде әрине бастапқыда мысалы біздер бірнеше сеансқа шақыратын себебіміз де сол. Негізі себебі адамның мысалы миы жалқау деп айтады ғой. Мысалы егер осы техникаларды жасаңыз деп жіберсеңіз, ол адам жасай ма жасамай ма да, ал егер келесі аптаға дейін немесе 10 күннің ішінде осы тапсырманы орындаңыз, мысалы балама ұрсып қоя берем деген проблема болатын болса, өз эмоцияңызды дұрыс шығару және оны дейтін балаға жаңағыдай басқаша көрсету, қалай деп айтуға болады, мысалы негативті эмоция кезінде балаға қатты сөздер айтпай оны басқаша шығару, сол ашулы моментте эмоцияңды ұстап қалуға арналған техникалар бересің ғой. Соны мысалы үй тапсырмасы ретінде бергенде ол бір аптадан кейін клиент келіп айтуы мүмкін, бастапқыда вообще жасай алмадым, сол ашуыма түсіп кетті деген сияқты. Ол уже адам отчет жасау беру керек болған кезде ол жасайды. Ал егер сіз бір рет айтып жіберсеңіз, ол отчет жасамайтын болғаннан сол жерде қалып кетуі мүмкін де. Сол үшін біздер бірнеше сеансқа қайта шақырамыз. Мысалы бірнеше мәселе болуы мүмкін. Мысалы жаңағы мысалы баланы ұрып қоя береді, ал қол жүгіріп кетті, ал өзіне бағынбайды. Қандай сіз кеңес айтасыз? Негізі енді қазіргі уақытта баланы ұру деген енді жоқ сияқты ғой. Қазір жоқ та сияқты. Таяқ жеп жатқан бала жоқ сияқты. Бір ашудан ондай бұрынғыдай енді қатты ұрып соқпайтын шығар, бірақ болады бір ашуланғанда басынан соқып қалам деп, немесе тіпті мысалы зорлық зомбылық деп ата-аналар тарапынан деп айтып жатамыз, ол тек қана ұру емес, мысалы қатты дауыс көтеру, жаңағы оның жанын жаралайтын сөздер айту, бұның барлығы жаңағы эмоционалдық зорлық зомбылық деп айтамыз ғой. Сол кезде мысалы ең бірінші адамның, бұл жерде мәселе адамның өзінде болады, ата-ананың, ода негативті эмоция, ашу көтеріліп кетті. Ол сол жерде өзінің эмоциясын басқару үшін мысалы ойын басқа жаққа бұру керек. Ең бірінші себебі мидың мысалы эмоцияға жауап беретін бөлігі, эмоция қатты көтеріліп кеткен кезде адам ойлана алмай қалады да. Сол гормондар ғой, автоматты түрде ол жаңағы қатты сөздер айтып қою мүмкін, жаңағы бір нәрсені қол көтеріп қалуы мүмкін деген сияқты. Сол сәтте жаңағы өзінің мен қазір не сезіп тұрмын, мен неге айқайлап тұрмын деген сияқты кішкене ойлануға, өзінің ішкі состояниесіне баға беру керек қой, негізі. Сол сәтте мысалы өз-өзіне сұрақ қою керек те, адам өз-өзіне сұрақ қойған кезде ойланады. Ал мидың мысалы ойлау бөлігі жұмыс жасаған кезде эмоция уже басылады. Мысалы бұл жерде енді өте ауқымды тақырып, бұл да негізі мысалы аналар айтады ғой, выгорание болғанда мысалы біз сонда негативті эмоциямызды шығармаймыз ба деген сияқты. Оның да түрлері бар, мысалы. Қалай басқаша шығаруға болады? Ең бірінші сол сәтте мысалы қатты эмоция көтеріліп тұрған кезде баланың қасынан мүлдем кетіп қалу керек. Кішкене су ішіп деген сияқты, сабырға шақырып, бір техника бар, мысалы айналаңызға қарайсыз да 5 түрлі бүйтіп затты, мысалы жасыл түсті, мысалы кітап тұр мына жерде деген сияқты, солай миыңызды алдайсыз басқа жаққа. Ойды бөлу керек. Ойды бөлу. Содан кейін сөйлескенде негізі мен позициясында сөйлесу керек. Біздер көбіне мысалы сен осындайсың, сен деп атака жасаймыз ғой. Негізі мен мысалы қандай мәселе болуы мүмкін, бала мысалы сабақ оқығысы келмейді да, сен оқымайсың, жауапкершілігің жоқ деп ұрысқаннан гөрі, мысалы мен сенің оқығанды қалаймын, сен ақылды болғанды қалаймын, сен мысалы кеш болып қалды, сен үлгермей қаласың деп алаңдап отырмын деп, өзіңіздің күйіңізді айтсаңыз, сезімдерін айту керек. Бұны енді мысалы адамдарды былай ғой, іс-әрекетті автоматты түрде уже қалыптасып қалғанда, кейбір ата-аналар мен олай айта алмайтын сияқты деп ойлайды да, мысалы. Ол ер мен әйелге де қарым-қатынасында да керемет құрал сияқты, мысалы мен ренжіп тұрмын, мен саған ренжіп қалдым, менің сезімдерім деп, бұл тек қана отбасында да, жұмыста да, кез келген мысалы ортада бұл өте жақсы құрал. Ең біріншіден жаңа сіз өзіңіздің сезімдеріңізді айту арқылы, өзіңіздің қалауыңызды айту арқылы басқа адамның жанын жараламай, оған өзіңіздің не қалап тұрғаныңызды түсіндіресіз. Одан кейін ес білетін балдар болса, мысалы жаңа айттыңыз ғой, мен мысалы балдарыма өзім ескертемін, мысалы менің мазам болмай тұр бүгін,
менде ертең маңызды подкаст. Мен қазір тоже жаңағыдай өзің миың бәрі жаңағы жұмысты ойлап жанығып тұрған кезде мама деп келіп тұрады ғой, өзінің бір шаруасын айтып. Мен айтамын, менің мазамды алма бүгінше, ертең бітірем, сосын сөйлесеміз деп мен ескертемін осылай. Сосын жоламайды. Мамалап, кейде болады мамалардың өзінен де бар деп те ойлаймын. Мысалы біздер мама деп жаңағыдай мамалайды ғой. Сол кезде тоқтай тұр деп те түсіндірмейді, тым реакция бермейді ғой. Ол кезде балада мамалауын қоймайды. Одан кейін жаңағы соңында миы деген уже өзінде тыныштық жоқ дейсіз. Тыныштық жоқ. Содан кейін соңында не істейді? Ұрады ғой. Иә. Ана нервысын уже кәш қылып жүргеннен кейін бала. Бұл жерде енді жеке шекара туралы. Өзі де қоя ғой, түсіндір. Қазір тұра тұр, күте тұр деп балаға кішкентайынан үйрету керек қой. Негізі мен ойлаймын, бұл жерде баламен біз ересек адам сияқты сөйлесу керекпіз. Көбіне біздер олардың қалауларына жаңағы хотя бы кейінірек айтамыз, кейінірек сөйлесеміз, маңызды, жаңа сіздің жағдайыңызда маңызды шаруам бар, кейінірек міндет түрде осы нені бірге орындаймыз деген сияқты сондай құрметпен оның жаңа желанияларына солай жауап беру керек деп ойлаймын. Одан кейін мысалы мен өзімнің көп қыздарға үйрететінім, мен айтамын ғой, баланың бойымен отырасың да, көзіне қарап, кішкентайынан көзіне қарап, сен түсініп тұрсың, ана бала тыңдағысы келмейді ғой, бүйтіп, мысалы менің қайным бар, сол қайнының үйіне қонуға барам дейді. Көрген бойда жаңа сол үйіне кеткісі келіп тұрады. Сол кісімен қыдыруға кеткісі келіп тұрады балам. Жылайды біздің көлікке отырмаймын деп. Мен сол кезде кәдімгідей зерлеп көзіне қараймын да отырамын. Сен бері қарашы маған. Сен түсініп тұрсың ба? Бүйтіп иә деп айтады да, анандай. Түсінеді бала. Бала түсінеді. Ол деген анандай жүйке жүйесі бір бұзылған бала болмаса, былай түсінетін бала, дені сау бала, ол түсінеді. Соны түсіндіріп, кішкене зерлеп отыруға, көзіне қарауға, жаңа түсіндіруге уақыт жоқ қой, көрінеді. Уақыт жоқ, төзімі жетпейді. Оданша тарс. Өте дұрыс айтасыз, мына көз деңгейінде отырып сөйлесу, бұл деген балаға деген құрмет, және бұл өте тиімді. Мысалы, сіз өзіңізде соны практикаңызды пайдаланып көрсеңіз болады. Мысалы, сол нәрсені сіз дейтін далаға қарап өз шаруаңызды жасап жүріп айтсаңыз, эффектісі вообще басқаша болады. Әсері өте төмен болады. Енді жаңағы жеке шекара тақырыбы негізі тоже бұл да өте ауқымды тақырып қой. Көбіне ата-аналарға бұл кішкене тиімсіздеу болады. Себебі мысалы отбасында жаңа бала кішкентай өзінің шекарасын қойып тұрса тоже ұнамайды да ата-анаға. Себебі ол деген отбасында сондай ережелер болу да керек негізі. Және ол барлығы үлкендерде орындау керек оны деген сияқты ғой. Сондықтан да кішкене ыңғайсыздау болуы мүмкін, бірақ бұл көптеген жаңа конфликтінің алдын алады. Мен негізі өзім былай сол ережелерді орнату, соны өзім жақсы көрем. Кейбір адамдар болады ғой, ондай ұнатпайды. Қандай ережелер мысалы айтып жібересіз? Мысалы, жеке шекараға қатысты, мысалы жаңа самооценканы айттық қой, екінші бір тағы бала тәрбиесіндегі өте пайдалы нәрсе бұл жеке шекараны қалыптастыруды бала кішкентай уже 1 жастан бастап жүзеге асыруын кезең-кезеңімен. Ең бірінші мысалы қандай ереже деп айтсаңыз, мысалы қазір өте бір актуальный тақырып гаджетті айтайық. Мысалы біздің үйімізде ереже бар. Біздің үйде мысалы ереже бар. Ас үйге телефон әкелмейміз. Уже все, ешкім әкелмейді, жаңа үлкен подросток апасы болса. Тамақ ішіп отырған кезде ешкім телефон ұстамайды. Бізде де сондай. Сондай ереже енгізуге болсын. Жеке шекараға қатысты негізі бұл жерде мысалы манадан бері айтып жатырғанымыздың барлығы бала өзінің отбасында мысалы құрметке ие екен, махаббатқа бөленіп және өзінің бір көзқарасы, пікірі бар тұлға ретінде сезініп өсу үшін ең бірінші балалардың үйде өзінің бір бұрышы болу керек. Мысалы енді қазір менің өзімде де мысалы көп балалы анам ғой, көптеген адамдарда әрбір балаға жеке-жеке бөлме беру мүмкіндігі жоқ, бірақ дегенмен де ең болмаса мүмкін өзінің жеке кроваті ма, болмаса бір жеке тумбочкасы ма, ол жерде бала өзі хозяйничать ету керек. Былайша айтқанда, мысалы қалай жинақысы келеді, қалай оформление жасағысы келеді, заттарын қалай қойғысы келеді, және ол мысалы ереже былай болуы мүмкін. Біреудің затын
рұқсатсыз алмаймыз. Мысалы одан рұқсат сұрайсыз бір нәрсені. Сосын тағы да жеке шекара, мысалы баланың жаңағы 4-5 жастан бастап балалар ұяла бастайды киім ауыстыруға, жаңағы ванна бөлмесіне кіруге. Сол кезде ата-аналарда болуы мүмкін, мысалы елемейді де оның қалауын, кіріп кетуі мүмкін, оның пікірін сыйлау керек. Сосын таңдауға ерік беру керек балаға. Мысалы бізде болады ғой, мынандай жағдай болады, мысалы бала айтуы мүмкін, ақ футболка киемін дейді, аздан соң ол айнып қалуы мүмкін, иә, мен жасыл кигім келіп тұр деген сияқты. Сол кезде мысалы мамасында эмоция көтерілуі мүмкін. Не деп тұрсың сен? Ол асығып жатқан кезде пайда болады ғой, біресе былай деген сияқты. Сонда бала ең бірінші үйде осылай передумать етуге қақысы бар екен, өзі таңдауға қақысы бар екен сезініп өссе, ол, конечно, ата-анаға кішкене неудобно. Барлық ата-аналар қалады. Бір кезі болады, иә, баланың бір жау киімге бір әуес болады ғой. Сен қалайсың ғой, мысалы, бар киімді бір оқсатып, күштетіп киіндірген келеді. Бірақ ол ана бұрынғы әлім-сәлім болып кеткен, жаңағы бір, иә, жау киімді деп айтамын ғой, жау киім. Соны деген мен ана соңында тіпті беріп тастайтын болдым. Сол киімнен таңдамасын құтылып, иә, жоқ қылып жіберу керек пе екен деп. Иә, сондай енді бізге ол ата-аналарға көбіне жаңағыдай неудобно болғанмен, ол баланың жаңағы ішкі қалыптасуына дұрыс қалыптасады, иә, бала. Бұл маңызды. Бұл жерде енді ата-аналар өздерін жаңағы игеру, жаңа эмоциясын ұстау деген сияқты. Енді балаға қандай кезде таңдау бермейміз, ол егер мысалы өміріне қауіпті болса, денсаулығына байланысты болса, мысалы балаңыз ауырып тұр, дәрі ішкісі келмесе, оны ойбай жеке шекарасын сақтау керек деп, оны ішпейді деп отыруға болмайды, оны қалай да ішкізу керек болады. Енді басқа жағдайларда сол жаңа өзінің бір аумағына рұқсат етуге, таңдауға рұқсат етуге, өзінің эмоцияларын көрсетуге рұқсат етуге. Жаңағы мысалы балаға еркіндік берумен одан кейін жаңа кейде басы отыру керек қой, ата-ана. Соның арасындағы балансты қалай сақтаймыз? Бұл да өте жақсы, себебі ата-ана беделде болу керек, дұрыс айтасыз. Оны жаңағы еркіндіктің де бір шегі болады. Еркіндікпен жаңағы бетіне жіберу екеуін ажырата алмай жатады да. Бұл жерде де мысалы маманың тым еркелетіп жіберетіндер бар, иә. Мысалы жеке шекараны сақтау дегенде тек қана бұл жерде бала өзінің жеке шекарасын емес, ол өзі басқа адамдардың да сезімдерін сыйлап, құрметтеп, басқа адамдардың да тарапына, өзінің тарапынан жаңағыдай негативті әсер болмауын қадағалауы. Оны да мысалы қатар үйретіп отыру керек. Мана сіз айтқандай, мысалы бүгін мен шаршап тұрмын деген сияқты, сол кезде ол сіздің жеке шекараңыз сыйлап, балаңыз түсініп, сізге демалуға мүмкіндік беріп тұр. Оны осы жаңа кішкентай кезінен солай түсіндірсеңіз, анасының көңіл күйі жоқ болған кезде, демалғысы келіп тұрған кезде бала түсінеді оны. Егер қалыптасқан болса солай. Өте керемет. Енді балаға қалай жауапкершілікті артамыз? Оны да бір мөлшері болатын сияқты, иә. Кейде балаға тым көп жауапкершілік беріліп қояды, иә. Кейде жауапкершілік мүлде алмайтын балалар болады, иә. Осының ортасында да бір баланс керек сияқты. Оны қалай сақтаймыз? Иә, бір мысалы 3 жастан бастап 3 жасқа дейінгі балада үйде міндеті болмайды. Себебі ол жалпы негізі осы жасқа дейін бала ата-анасының немесе басқа да үлкен ересек адамдардың қасында болу керек, жалғыз қалмау керек, негізінде қауіпті. Ал 3 жастан бастап уже балаларда жайлап міндеттерді қою керек. Негізі мынандай бір не бар, жақсы есте сақтауға, бала неше жаста болса, сонша міндетін. Ең бірінші мысалы 3 жастағы балаға ойыншығын жинау, өзінің киімін өзі шешу, хотя бы да, ол да міндет. Сол сияқты жайлап біртіндеп садикке барғанда ертерек барып, өзі киініп, өзі шешінетіндей, өзінің шкафына іліп, шкафын таза ұстап, иә, жауап, затына мұқият болуды үйрету, иә. Иә, бұл қарап тұрсаңыз бір ұсақ түйек сияқты, иә. Бірақ мен соңғы жылдарда байқаймын ғой, мектепке келген балалар киіне алмайды.
сонда ол бір қарапайым ата-анаға ол қарапайым нәрсе болуы мүмкін, асығып киіндіре салады деген сияқты. Ал одан зардап шегетін бала, мысалы одан кейін сыныптастары барлығы дене шынықтыру пәніне киініп кетеді де, мысалы біреулері киіне алмай отырады деген сияқты. Стресс қой балаға, бұл да мысалы мектепке бейімделу өзі сабақтан бөлек бұның өзі стресс болады да балаға. Сондықтан жаңа енді жауапкершілікті айтып жатырдыңыз ғой. Вообще кез келген нәрсені балаға үйреткенде 3 этаптан тұрады жауапкершілік. Бірінші, бірге жасап көрсетесіз. Екінші, сіз қарап тұрасыз, бала жасайды. И үшіншісінде сіз напоминать етесіз уже. Енді бұл баланың жаңа ерекшелігіне байланысты болады. Бір бала тез қабылдауы мүмкін, бір балаларға ұзақ уақыт керек болуы мүмкін. Ол мысалы ыдыс жууды үйретсеңіз де, жаңағы аяқ киімін тазалап қоюды үйретсеңіз де, тіпті үй тапсырмасын жасауды үйретсеңіз де, бұл солай да. Ең бірінші баламен бірге жүріп, мысалы сабағын түгендегенде бірінші сыныптың мысалы оқушыларына мынау сенің әліппең, мынау математикаң деп таныстырып, мына құралдар сенде міндетті түрде күн сайын болу керек деген сияқты бірге жасап, сосын өзіңіз байқайсыз, бір балалар мысалы 2-3 аптада үйреніп алады, бір балалар 2 айға дейін жүруі мүмкін. Әртүрлі. Содан кейін келесі этапқа жайлап көшесіз. Мысалы кейбір аналар болады, сол балаға бір істі тапсырады, бірақ ол бала жаңағы ұмытып кетеді. Сол кезде ашуға беріліп, жаңағы үйде деген ұрыс-керіс басталып кетуі мүмкін, сонда мен бір өзім үйренген лайфхагым, мысалы мен қызым 9-да, балам 5-те, оларға бір тапсырма бергенде мен көзіммен қарап тұрам сол іске кіріскенше. Әйтпесе жаңағы істеп қойшы деп былай кетіп қалсаң, ол деген телевизорға алаңдап отыра беруі мүмкін. Одан кейін мен оны жарты сағаттан кейін мысалы есіме түсіп жинап қойған шығар деп қайтып келген кезде шашылып жатса, мысалы мен ашуға берілуі мүмкін, сол ашуға берілуді жаңағыдай жүзеге аспауын қадағалау үшін мен сол жерде жұмсайын ба, сол жерде тұрып кіріскеніне көз жеткізбей кетпеймін. Сондай нәрсем бар менің. Ал балалар арасындағы бауырмалдылықты қалай орнатамыз? Бұл да сондай маңызды тақырыптардың бірі. Мен осы бауырлар татулығы деген семинар өткіздім, вебинар өткіздім. Сол кезде мысалы жаңа жарнама бойынша келеді ғой, сонда үлкен адам, менің көп адамдар оқымайды ғой, мысалы жарнаманы дұрыс тыңдамайды деген сияқты. Үлкен адамдар хабарласады ғой, мысалы біздер дейтін туған бауырларымыз көп жыл болды араласпай кеттік деген сияқты. Сосын ол кісілер енді мен айтам, бұл есейіп кеткен кісілер, қалыптасып кеткен. Мен айтам, бұл жас аналарға арналған, бала тәрбиелеп отырған. Қазіргі уақытта қандай қателік жібермеу керек үшін, былайша айтқанда алдын алу үшін ата-аналарға арналған деп. Сол кезде ол кісілер енді жеке кеңес ретінде өздері сөйлескенде, мысалы ата-аналары қандай қателік жіберген? Сол жайлы айтсам, мысалы бауырлардың арасында бауырмалдық бола ма, немесе бәсекелестік, қызғаныш бола ма, ол ата-ананың позициясына тікелей байланысты. Себебі міндетті түрде отбасында 2-ші, 3-ші бала дүниеге келген кезде үлкен балада қызғаныш сезімі міндетті түрде болады, ол табиғи нәрсе. Және бұл жерде қандай қателіктер жасамау керек деп айтатын болсақ, ең бірінші, мана басында да сіз сұрап жатырдыңыз ғой, жалпы ата-аналарда өте көп кездесетін нәрсе ол салыстыру. Баланы салыстырады. Өзіңдей кімді қарашы деген сияқты. Сондай мәселе бұл бір уже дейтін көптен бері жауыр болып кеткен тақырып сияқты болғанмен, ол әлі де біздің қоғамда жоғары орында тұр. Және жеке кеңеске келген көп ата-аналардан осы мәселені байқаймын. Жұрттың баласымен салыстыра ма сонда? Жұрттың баласымен салыстырады. Бір үйдегі бауырларын салыстыру мүмкін. Мысалы, сенің апаң, сен 5-тесің мысалы да, немесе сенде кезде ол биткен деген. Сенің апаң жақсы оқыды, ал сен оқымайсың деген сияқты. Мысалы, ол тыңдайды, сен тыңдамайсың, қарашы тыңдап жатыр деген сияқты. Сондай салыстырулар бұл жаңа баланың самооценкасына резко түсіретін ең үлкен қателік осы. Осы салыстыру болмау керек бауырлардың арасында. Әрбір бала ол дейтін өз алдына бөлек тұлға, өзінің қызығушылығы бар, өзінің тіпті темпераменттері де әртүрлі болады. Бір ана, бір әкеден туған балалардың өзі әртүрлі болады. Сондықтан ата-аналар бұл жерде балалардың жаңағы тұлғалық ерекшеліктерін зерттеп, не нәрсені ұнатады, соған бағыттау керек. Және сол күйінде қабылдау да керек сияқты менше, Әрине қабылдау керек. Соның жай басар біреу пысық
болады. Соның жайбасарлығын жай күйінде қабылдай да алу керек сияқты меніңше. Әрине, мысалы деген маған аналар келеді ғой, өте жай мен балам деп, мысалы сосын айтамын ғой, кім сіздің үйде отбасында сондай адамдар бар ма? Әкесі сондай дейді да. Енді мен айтамын, ген ешқайда жібермейді ғой деп. Енді ол жерде мысалы әрине аналардың да жан айқайын түсінемін, балалардың ортасында өзін қорғай білсін деген сияқты мақсатта айтады ғой. Бұл жерде мысалы егер көмектескіңіз келсе, ол жайсың, тездет, ой, үнемі осылай жүресің деген сөздер ол керісінше баланы артқа тартады. Бұл жерде мысалы ойын түрінде мысалы тез жасайтын бір жаттығуларды жасау, бірге тапсырмаларды орындау, настольный ойындар болады ғой, сол арқылы просто баланы дамытуға болады. Кішкене тез сәл де болса темп қосу үшін. Ал былай енді өзіне нұқып айта бергеннен ол кесірі болмаса пайдасы болмайды. Және бір бауырлардың арасында бұрын деген қазақта айтады ғой, қой баққызған деп, қатты анандай болады ғой, бір гиперактивный балдар болса, соларға қой баққызған, қойдың артынан жайлап еріп, тыныштықта жүру үшін. Қала берді, тым жай балдарға атқа шапқызған дейді, аттың энергиясын алсын деп, жылдамдықты сезінсін деп, сондай бір тәрбие құрал ретінде солай көшпенді халықта сондай бар. Негізі біздің қазақ халқының барлық салт дәстүрлері барлық жасалатын, балаларға кішкентай кезінде жасалып отырған барлық әдеттер өте пайдасы, тәрбиелік мәні өте жоғары ғой. Бірақ қазіргі заманда мысалы екінің бірі мысалы атқа мінетін мүмкіндігі жоқ деген сияқты, спортқа беруге болады. Сол сияқты басқа да альтернатив нұсқаларын алып, оны табиғаты өзі жай деп те қалдыруға болмайды баланы. Кішкене оған әсер етуші факторлар болады. Сәл-сәл болады түзетулер енгізуге. Сосын бауырлардың арасындағы неге байланысты тағы айтатыным, бізде көбіне мысалы әсіресе үлкен балаларға жауапкершілік өте көп артылады. Мен өзім сол вебинарларымда айтып жүргенім, мысалы әр баланың ерекшелігі, ортаншы бала қандай болады, отбасында жалғыз бала болса қандай болады, кенже бала қандай болады, олардың қай жағына көбірек кішкене күш жұмсау керек, дамыту керек, қай жағынан кішкене қолдау көрсету керек деген сияқты барлығын тоқталып айтамыз. Сонда мысалы көп тоже жиі кететін қателіктер, үйдің үлкені барлық балалардың екінші анасы сияқты болады ғой, міндет артылып тұрады. Бұл да үлкен қателік деп ойлаймын. Себебі мысалы жеке кеңеске келетін аналар көбіне мысалы өзінің балалық травма жайлы айтамыз, қазір сол кезде кезінде кішкентай бөпесі ауырып қалған үшін кінәлаған, сол үшін соққан, мысалы дұрыс қарамаған үшін деген сияқты. Негізі балаға ата-ана тікелей жауапты да, сондықтан ол үлкен балалардың тікелей жауапкершілікке артып қою да бұл да дұрыс емес. Енді әрине отбасы болғасын көмектесу керек, жанашырлық, анаға деген қолғабыс ету деген барлығы да орынды ғой, бірақ оның да бір шегі болады. Күшті бір тақырыпқа келіп жатыр екенбіз. Сіз өткенде айтқан болатынсыз, қазіргі мектептегі балаларда білім жағынан өте керемет деп айтасыз, бірақ өзінің руын білмейтін балалар бар деп айтқан болатынсыз. Осы қазақтың тәрбиесіне келейікші. Ата-ана мен баланың арасында эмоционалдық байланыстың әлсіздігі, қарым-қатынастың жоқтығына қатысты айтқан болатын өзім парақшамда. Сол эмоционалдық байланысты қалай орнатамыз? Махаббатты, сағыну жатады оған. Бұл мен өзім практикамда болған және бірнеше несі болды. Шынымен де мысалы қазіргі балалар дейтін өте ақылды ғой, жаңа заманның балалар ақпаратты тез қабылдайды, бәрін біледі. Сосын бірден біліп тұрамыз, мысалы орысша сөйлейтін балалар, бұлар енді уже күні бойы YouTube қарап отыратын балалар деген сияқты. Тілдері де басқаша болады, олардың сөздік қоры да басқаша болады. Сондай бір болды, мысалы түстерді 3 тілде айтады, мысалы мектеп алды даярлық тобына келіп көптеген ішіне ағылшынша сөз қосып сөйлейтін балалар бар. Ғарыш туралы мысалы мен өзім білмеген нәрселерді айтып отырды, мысалы, бірақ айтқандай ата-анасының есімін білмейді. Сондай мені мысалы осы салада именно көбіне мен дошкольный возрасттағы балдардың тәрбиесіне ата-аналар көңіл бөлсе екен деген сол бағытта мен көп жоба дайындаймын. Бірақ
себебі мен жаңа практика мен кездескенде маған сондай не болды да, ата ана мысалы білмейді ғой, мысалы 1 жас 2 жасқа толғанша толық тәуелді болады бала, ата анаға, мысалы омырауда болады, оны балабақшаға бергенше. Сол сәтпен мысалы мектепке баратын сәттің ортасында біртүрлі үзіліп қалатын сияқты болады менде ата ана мен баланың байланысы. Әйтеуір тамағы ішулі, киімі бар, балабақшаға апарат әкеледі, сосын ата ана қай кезде жанталасады, бала мектепке келген кезде. Ол сосын мектепке дайындығы, ол жазу білу керек, ол әріп білу керек, жаңағы жақсы мұғалімге барып өзін жаңағы сүртуді де білу керек қой, мысалы. Сондай жағынан мысалы бала мектепке дайын болып келу үшін, жаңағы көп стресстердің алдын алу үшін, ол мысалы 1 жас пен 5 жастың арасында қатты көңіл бөлу керек. Бізде мысалы бар ғой, 5 жасқа дейін балаңды ханыңдай күт дегенде, бұл жерде барлығын құрметпен балаға үйрету, шыдамдылықпен, кітап оқу, бала тәрбиесі туралы көбірек кітап оқу, кітап болмаса қазір енді ақпарат көп қой әлеуметтік желіде. Мен ойлаймын, негізі білмейді емес, көп ата-аналар біледі, просто жасауға келгенде кішкене шыдам жетпей қалады, уақыт жетпей қалады, сондай болады. Енді мен ойлаймын, мысалы айтады ғой, балаңа жасай алмағаның үшін өкінбе, жасай алатын нәрсені жасау керек деп та. Мысалы, неге мен мысалы өзіме бір мақсат қоймасқа, мен ең бірінші балама ұрыспаудан бастаймын. Осы аптан мен дауыс көтермеуді өзіме тапсырма етіп қоямын деген сияқты. Мысалы, бір марафон бастасын да. Өзіңді түзеп, тағы қандай марафонға айтасыз, күшті айтып отырсыз? Мысалы, тағы жаңа үй тапсырмасы ретінде көп нәрсе айтамыз ғой. Мысалы, балаға 1 апта бойы қараңыз, сіз бұйрық бересіз бе, әлде жаңағы ұсыныс айтасыз ба? Соны қарауға болады. Біздер көбіне ата-аналар авторитарлы тұрғыда, тұр тамағыңды іш, сабағыңды оқы деген сияқты сондай да. Мана сіздің бір неңіз болды ғой, жаңа қарап тұрам деген сияқты, Негізі балаға всегда таңдау жасау керек. Тамақ салайын ба, қазір ішесіңдер ма, или 10 минуттан кейін келесіңдер ма десе, ол бала бәрібір 10 минутты таңдайды, қазір келгісі келмей отырса, ол кино қарап отырса. Сол сәтте, мысалы, ол өзім аузымен айтты ғой, 10 минуттан кейін келеді, оны жасайды бала. Немесе мысалы, ойыншық үй жинау керек, давайте қашан жинаймыз, қазір ма, или кішкене жарты сағат демалып аласың ба десе, бала міндетті түрде жарты сағат демалып алғысы келеді. Бірақ сосын айтасың, жарты сағат демалып алың, бастайық үй жинауды деген сияқты. Кішкене жеңілдетіп па, бұйрық қатты болмау үшін. Ұсыныс болады. Бұйрық, мысалы, үлкен адамның өзіне бір адам бұйрық жасаса, айтса, жасағың келмей, біртүрлі іштей қарсыласқың келіп қалады, ал ұсыныс всегда ол приятный болады. Сосын екінші адамға жауапкершілікті артады, ол өзі таңдайды ғой, сондықтан ұсыныс айтуға жеке керек, жеке керек, психологиялық сауғана керек. Бұл жерде енді көбіне ата-ана деген өзіне бағытталып кетеді, ойланып жүреді уже басында, мен бүгін неше рет айттым деген сияқты. Бұйрықты айтып қойғаннан кейін де есіне түсуі мүмкін, мен ұсыныс айтуым керек екен ғой деген сияқты. Бұл да бір қызық, бұл жаңа трансформация деп айтамыз ғой. Негізі бұл мысалы психологқа келгенде трансформация дегенді қазір көп айтады ғой. Бұл осындай кішкентай әрекетіңді өзгеруден басталады ғой. Мысалы, Шәкәрімнің өзінің сөзі бар емес пе, мысалы, әрекеттен жаңағы мінез туады, мінезден тағдыр туады деген сияқты. Ол кішкентай сондай әрекеттерді өзгертуден бастау керек. Күшті әрекеттер айтып жатсыз. Өте керемет. Сиқырлы таяқ жоқ, жайлап сол әрекеттерді өмірімізге енгіземіз, Сәби өмірге келгенде аппақ періште болып келеді, бізді өзінің тәтті иісімен, сүйкімді қылықтарымен, біздер әрбір әгуіне, гуіліне, қала берді тәтті қылықтарына сүйсінеміз ғой. Одан кейін қиындықтар, сол 3 жас кризисінен кейін негативті эмоциялар басталған. Аналар уже қиындыққа шыдай алмай жатады, сол кезде басталатын сияқты, қол көтеру, балаға ұрысу, сол баланың негативті эмоцияларына қалай жұмыстануға болады. Ата-аналардың ең үлкен мәселесі де осы деп ойлаймын. Мысалы, әрине бала ол көңілді болып ойнап, томпиып жүрген бала бәріне де ұнайды ғой. Негізі әрбір ата-ана өзіне сондай міндет
тапсырма алу керек, баланың негативті эмоциясы кезінде оны қалай шығаруына рұқсат ету, эмоциясын тыймау, сол сәтте өзімді қалай ұстаймын деген жаңағы өзіне сұрақ қою керек ең бірінші. Себебі көбіне мен өзім жаңағы әртүрлі аналарға өткізген шараларда сұраймын ғой, балаңыз ашуланғанда не істейсіз, жылағанда не істейсіз дегенде олар айтып жатады да, жаңағы раздражение пайда болады, уже ашуым көтеріледі деген сияқты. Ең бірінші мынандай түсінік болу керек та, ол адамда тек қана позитивті емес, негативті эмоцияларды болу керек, және ол орынды. Және бала кішкентай, мысалы 3 жас дағдарысы деп жатсыз да, ол жаста бала әлі өзінің эмоцияларын басқарып үйренбейді. Және оны біз үйрету ата-ананың міндеті. Мысалы, қалай үйретеміз? Ең бірінші балаға сол эмоциялар туралы айтамыз. Мысалы, қазір ол бала қатты ашуланып жылап жатуы мүмкін, және сіз оның не себепті жылап жатқанын білесіз, мысалы ол тәтті сұрады делік те, сіз мысалы айтасыз, балам, сен ашуланып жатсың, маған тәтті бермегенім үшін дұрыс олай ашуланың, бірақ мен саған бере алмаймын, саған зиян екенін білесің ғой деп оны түсіндіру керек. Бұл подтверждение деп айтылады. Былайша айтқанда ол мысалы ол и так та түсінікті нәрсе сияқты да, оны неге айтамын деген. Бірақ бала оны құлағымен есту керек. Негізі мына эмоцияларды атау арқылы балаға ұғындыру бірінші позитивтіден басталу керек та. Мысалы қатты қуанып келген бала, мысалы сыйлық бердіңіз, немесе балмұздақ алып бердіңіз да, соған да қуанады ғой бала. Сен қуанып жатырсың ғой деп. Сол кезде сөзбен айту керек екен. Балам қуанып жатыр менің деген сияқты сондай сөздерді айтқан кезде ол баланың құлағына жете береді ғой, жаттала береді. Ол содан кейін өзінің эмоциясы туралы өзі айтатын болады. Қуанып тұрмын. Қуанып тұрмын, мен сені қатты жақсы көремін деп өзінің сезімдерін айтып солай үйренеді бала. Осы дағдыны біздер қалыптастыруымыз керек. Сондай-ақ жаңағы ашудың да себебі, қандай да бір себебі бар екен, барлығы бала түсіну керек. Және ол эмоциялар болуы да тиіс. Мысалы, қандай уақытта ашу болады, қандай уақытта жаңа қорқыныш болады да. Мысалы, қасына баланың ит келіп қалса, оған қалай қорықпа деп айтасың, мысалы, немесе дәрігерге баратын болса, немесе мысалы ойыншығын тартып алуы мүмкін деген сияқты. Сен ашуланғанын түсініп тұрмын, сенің кішкентай інің ойыншығыңды тартып алып. Сол себебін прям айту керек, талдап айту керек. Сенің жылауың орынды, ашуың орынды. Бірақ бұл жерде жаңа мысалы бірнеше бауырлар болса, бір-біріне жаңағы соғу, сондай әрекетті жасауға жол бермеу керек. Сен ашуланып тұрсың, әрине ол сен бауырыңдікі дұрыс емес, бірақ соқпаймыз. Мысалы, опять же, ереже енгізуге болады. Мысалы, бізде үйде ешкімді соғуға болмайды деген ереже бар, білесің ғой деген сияқты. Солай эмоцияларын тыймай баланың жылауына рұқсат беріп, солай қолдау жасау керек. Психологиялық сау баланы солай тәрбиелейтін болып тұрмыз. Кейде мысалы бір стресстік кезеңдер болады ғой, үйге жаңадан дүниеге сәби келсе, бала бақшаға бейімделу кезінде балада кішкене дамуында регресс болады, кері қарай кішкентай бала сияқты жаңағы әжетханаға өзі бара алмай қалады, қайтадан өзін сондай кішкентай. Бізде де болған сондай сәттер. Барып жүрген бейіне бармай қалды. Сол бұл барлығы жаңа стресстің көрінісі. Сондай кезде ең бірінші сол үлкеніне көңіл бөлу керек сияқты. Әрине. Мысалы кішкене папасына берем, кішкентайын сен жүре тұршы. Үлкеніне көңіл бөліп, себебі ол есін біледі ғой. Мысалы бала бақшаға бейімделген кезде де, мысалы бала күні бойы мысалы ол жерде өзінің эмоцияларын тыйып отырады да, мысалы үйдегідей еркелей алмайды. Үйге келгенде жаңа напряжениенің бәрі шығу керек та, ол без берекетсіз жылауы мүмкін. Сол кезде мысалы анада ашу көтерілмеу керек қой, сабырлы күйде. Мысалы жайлап оған құшақтап, оған да көнбейтін балдар болуы мүмкін. Сондай сәтте просто жылауға рұқсат ету. Мысалы, мен өзім баламда сондай болды. Жерге жатып жылап алады да, кішкене оны міндетті түрде жаңа елеусіз қалдырмау да керек. Кішкене жаңа өзің көмегіңді ұсынасың, су ішкің келіп тұрма деп көтересің, оған да көнбейтін сәттерде, демек ол бала жаңа өзінің бойындағы қысымнан арылу үшін жылау арқылы жаңа өзінің психикасын жеңілдегі жаңа қысымды жеңілдетіп жатыр деген сөз. Ол бала тоқтаусыз 2-3 сағат жыламайды, бір 10-15 минут жылайды да, содан кейін андай бұлттан шыққан күндей болды дейді ғой, жарқырап сосын ойнап кетеді.
кетеді. Сол моментте жаңағы сол негативті эмоция кезінде ғой ата-аналардың шыдамы жетпей қалады. Сол кезде жаңағы қол көтеру, ұрсу, жылама деп тыю сондай әрекеттер болса, бұл уже баланың мінезіне болашақта жаңағы жасөспірімдік шақтарда әртүрлі мәселелердің шығатыны сол кезде болады. Сол үшін де мысалы мен ойлаймын кез келген ата-ана кішкентай уже баласы бар ата-аналар осы сәттердің барлығын талқылап, мысалы қайсы сәтте дұрыс жасамай жатыр, қайсы сәтте осылай жасау керек па деген сияқты сұрақтары болса, мамандармен кеңесіп отырған дұрыс деп ойлаймын. Себебі статистика бойынша мен өзімнің мысалы практикамда көбіне жасөспірімдердің ата-аналары келеді. Сол кезде бұл мәселе, жасөспірімдегі мәселенің жаңағы шешуін іздеген кезде бәрібір де сол жаңағы 5 жасқа дейінгі жіберілген жаңағы бір олқылықтардың орнын толтыру үшін жұмыстану қажет болады. Бұл жерде жаңа көп уақыт та керек, бірінші терапия. Бұл қаржыға да тікелей қатысы бар. Сондықтан да мен көбіне сол жас ата-аналарға айтатыным, мысалы 5 жасқа дейінгі баланың дамуына көбірек көңіл бөлу керек деп айтқым келеді. Сіз мысалы қазір 5 баланың анасысыз, жаңағыдай сіз айтып отырсыз ғой, бір баланың эмоциясына былай жауап беру керек деп, ал сізде мысалы 5 адамның эмоциясына шыдамыңыз қалай жетеді? Сізде қандай лайфхактар сыналасыз мысалы? Енді біріншіден менің өзімнің жаңағы жаратылысымда кішкене мен өзім көп балалы отбасында өскенмін. Сосын бізде ешқашан соқпаған, мысалы көпшілік айтады ғой, таяқ жеп өстік деп. Мен анам өте сондай мейірімді адам болды, енді әкеміз түздің адамы болды деген сияқты. Өзім сондай таяқ жеп өспегесін, өзім жаңа кішкентай бауырларымды өсіруге көмектестім. Сол үшін де болар менің бойымда жаңағы бір табиғатыма біткен балаға деген махаббат болар. Себебі көп адамдар шынымен де таңғалады сенің төзімділігіңе деп. Бірақ енді өзімнің қоятын да талаптарым бар. Сосын балаларымның енді жас ерекшеліктері, 2 қызым үлкен ғой, кішкене, олардың да өздерінің жаңа бір қоятын, бір менен күтетін, қолдау күтетін сәттері болады. Мінез құлықтарына байланысты барынша жаңа өзімнің осы мамандығымнан алып отырған пайдалы тұстардың бәрін өміріме қолдануға тырысам. Себебі мен қолданып барып басқа аналарға ұсынам. Енді кішкентай балаларым, әрине олар барлығы күтеді менен, жаңағыдай көп нәрсені жаңағы жайлап талап қоятын кездерде болады, шектеу қоятын кездерде болады. Сол ең бірінші мысалы мен айтатын едім, мен балаларды үнемі қабылдаймын. Қандай күйі бар, сол күйінде қабылдаймын. Жылап жатырса, мысалы мен қызымның дауысы жылағанда деген өте сондай зор дауыспен да, ол үйдегілер барлығы айтады, сенің шыдамың деген деп солай таңғалады. Мен действительно түсініп тұрамын, что ол сол сәтте жылап алғысы келіп тұр. Сосын қолдап, оны құшақтап, сондай әрекеттер жасап, міндетті түрде жаңа айтамыз, ол не үшін сіздің жаңағы ол да тәжірибеңізде бар екен. Сосын мына 3 минут ережесі деген бар. Ең бірінші сырттан бала келсін, немесе сіз өзіңіз жұмыстан келгенде алғашқы 3 минут сол мана сіз айтып жатырдыңыз ғой, қалай байланыс орнатуға болады деп. Негізі көп ата-аналар айтады, ол күні бойы жұмыстамыз, біздер баламызды көрмейміз деп. Баламен эмоционалдық байланыс орнату үшін андай күні бойы қасында отырудың да қажеті жоқ. Сол көрген сәтте ең алғашқы 3 минутта балалар сізге күні бойғы бір бойына жиналып тұрған бір әңгімесін, эмоциясын айтады. Сол сәтте мысалы менде кейде болады, 3 жақтан келіп айтып жатады. Мен сол қолымда сумкам, киім шешпестен, қолым жумастан соны тыңдаймын кәдімгідей. Мен айтпаймын жұмыстан келатырмын, тұра тұрыңдар деген сияқты. Олар айтады, бірдеңе жасағанын көрсетеді, сосын барып өз бөлмелеріне кетеді деген сияқты да. Өте керемет. Бізде мысалы папасы келгенде де папасына кәдімгідей айтады, сосын мен Бақтиярды отырғызып қоямын. Көзіне қарап тыңдайсың, сосын мақтайсың. Мақтау керек нәрсе болса, молодец деп айтасың деп солай айтқызам. Кейде мысалы ер адамдар да білмеуі мүмкін ғой. Әрине, қалай баламен қалай сөйлесу керегін. Сол кезде мен өзім айтып отырамын, Бақтияр, осы жерде Нұрбекош сені күтіп отыр, соны көрсеткісі келіп. Ильяс мысалы бір машинаны бояп күтіп отыр, папасына көрсеткісі келіп. Сол кезде мен айтамын, Бақтияр, именно соны тыңдашы, болды, тыңдады, мақта, бір эмоциясын берші, болды, сосын жүре бер. Содан кейін қажет етпейді деген сияқты. Бұл мазаны алмайды сол.
сол мысалы аналардың көбінің проблемасы сол болады да. Ой, әкесі деген мысалы күні бойы жұмыста ғой, шаршап келеді ол. Сосын баламен қалай байланысы дегенде, ол күні бойы шаршап келеді, сосын кеште оны мазаламаймыз деп айтады да. Негізі мысалы мана айтып жатырдық қой, бір қазіргі адамдарда жұмыс басты болғанмен, мысалы бір Саид Мурат Давлатов деген бар ғой, сол кісі айтады ғой, адамдар деген жұмыстан шаршамайды, эмоциядан шаршайды деп. Иә, әрине шаршап келуі мүмкін ер адамда, бірақ ол баласымен байланыс орнату ол адамды шаршатпайды, керісінше бір жағымды эмоция сыйлайды, жаңа сабырлылық сыйлайды деген сияқты. Иә, бұл жерде енді аналардың рөлі маңызды деп ойлаймын. Сіз сияқты жаңа менде сол көпір болып отыруға тура келеді, екі ортада кейде солай айтамыз, оңашада айтып қойып жатамыз. Бір арнайы уақыт бөлудің де қажеті жоқ сияқты, қиындатып керек емес сияқты. Ол мысалы жаңа телефонсыз тамақ ішуді айттыңыз ғой, дастарханның басында отырған кезде де бір-екі сұрақ қойып жіберіп, мен деген папасымен диалог орнатып жіберемін сол жерде. Мысалы папасы білмеуі мүмкін, сұрақ қоюды, мысалы тамақ ішіп отырып сөйлеседі сол жерде, жарты сағат ішеді ғой тамақты, болды. Одан кейін жатарда мысалы төсек салып жатуға дайындалып жатқан кезде де бір әдемі ұйқы болады ғой, иә, керемет қандай. Соны адамдар пайдаланса екен деп те ойлаймын. Мысалы керемет емес пе, үйде бәрі бір-бірімен сөйлессе, бір-бірін аяқты өріп дейді ғой, бір-біріне аяғын өріп, кітап оқыса, сол тіпті суреті бар кітаптарды талқыласа да өте керемет, иә, бала отбасыда. Енді жаңа сіз екі үлкен қызым бар дедіңіз, иә. Одан кейін ол кезде мысалы олар дүниеге келген кезде сіз жас болдыңыз, иә. Жалпы өзіңіздің тәжірибеңізде мен осындай қателік жіберіп едім, осыны қайталамаңыз дейтін сондай әңгімеңіз болса. Иә, шынымен өзім мысалы ол кезде маман ретінде де тәжірибем аз болды, ана ретінде де кез келген, мен ойлаймын, ана бізде мысалы ана болуды үйрететін мектеп жоқ деп айтады ғой. Мысалы ең бірінші бала дүниеге келгенде бізде алғашқы тәжірибеміз болады. Сондай енді мен мысалы жалпы ата-ананы көбіне баласының андай өзіне тән бір кемшіліктерін баласынан көріп тұрса ашуланады дейді. Сондай менде болды, әрине. Менде мысалы ашу көтеріліп кететін еді қатты. Мысалы себебі қазір енді басқаша қараймын. Ол кезде мысалы қыздарымды балабақшаға бейімделу кезінде жылайды, жаңағыдай мен алып кетуге келгенде қырсығады, киінбей отырады. Бұның барлығы жаңағы түсініп тұрамын да ол кезде де, мысалы дейтін алғашқы былай базовый нәрселерді білесің ғой, салыстырмау керек, қол көтермеу керек деген сияқты нәрселерді білгенмен жаңа оны өзіңнің бойына өткізу кішкене қиын болады. Сосын жаңағы сырт көздің, жаңа сырттағы адамдардың әңгімесі болады. Ой, мамасы психолог, мамасы қызы қырсығып жатыр деген сәттерді мен сондай сындарды көтере алмайтын едім. Сол кезде ашуым көтеріліп кетеді. Сосын өзім мысалы күшпен жаңағы қолымнан тез киіндіріп алып кетемін, жаңағы кішкене балаға. Ана адамға жының келіп қалады, иә. Сол адамға шығарғыңыз келетін эмоцияны мына жерде балаға бағытталып кетеді. Әліңіз соған келгесін. Иә, сондай сәттер болады, эмоциясы көтеріліп кетеді. Және ол қазірде көп аналардың сондай несі деп ойлаймын. Мысалы өзінің мазасыздығы да, мысалы мана айтып жатырдық қой, эмоцияға рұқсат ету, мысалы дүкенде бала каприз көрсетуі мүмкін да, жаңа жылап бір нәрсені сұрап, сондай сәттерде мысалы немесе қонақтыққа барғанда туыстарың айтуы мүмкін да, мысалы бір жылап тыныштандыра алмай жатырсың, сол сәтте мысалы мен аналарға айтар едім, басқа адамдардың пікірін мысалы ілмеу керек. Иә, ол сәтте мысалы тек қана балаға бағытталып, ол қазір мысалы осындай күйде тұр, мен оны қазір қолдау керекпін деген сияқты, сондай. Ол да енді тәжірибемен келетін шығар деп ойлаймын. Қазір енді өзім сол үшін де мысалы кейін 30-дан асқанда дүниеге келетін балдарға менше бір жолы болған балдар сияқты, иә, өйткені ата-анасы да орнығып, психикасы, өмірді жайлап түсініп, басында бірінші балдарда жүрген қателіктерінде түсініп, жаңа соңғы жағында жасамауға тырысып, бір ақыл тоқтатқан заманда, мен өзім сондай 5-ші баламын ғой. Мен өмірге келген кезде менің мамам 37-те болған, папам 41-де болған. Сөйтіп дүниеге келген баламын ғой. Өзімнің анамнан мені басқа біреумен салыстырғанын көрген жоқпын. Менің анамның құлағынан естіген сөзім жатталып қалған ғой. Біздің үйдің балдарынан артық тәртіпті балдар жоқ. Сол сөзді айтатын. Біздің үйдің балдары өте ақылды.
біздің үйдің балдары, білмеймін, біздің үйдің балдары дегенге қатты фанат болды менің мамам. Ешкімді жаңағы жұрттың баласымен салыстырады деп айтады ғой. Біздің үйде ондай болған жоқ. Сосын шынымен де салыстыру, қонаққа барған кезде салыстырамын ғой, шынымен де біздің үйдің балдары күшті екен. Солай құя берген ғой менің мамам деген. Біздің үйдің балдары бөлек, біздің үйдің балдары тәртіпті, біздің үйдің балдары деп, біздің үйдің балдарына мама өзі фанат болғандықтан мен де қараймын, шынымен де біздің үйдің балдары керемет. Тіпті қазір немерелеріне сөйтіп айтып отырады. Өзінің 4 немересі бар, бірге тұрады сонда. Біздің үйдің балдары спортпен айналысса да өте керемет, бірден жаңағы жетістікке жетіп жатады. Біздің үйдің балдары тәртіпті деп айтып отырады үйде, жаңағы шай ішуге барып кеткен кезде немерелеріне солай айтады. Шынымен де күшті балдар өсіп жатыр. Мен соны мамамнан үйреніп, өзімнің үйімде соны қолданамын. Тіпті күйеуіме де айтып отырамын. Біздің үйдің балдары түсінеді. Жайлап айтсаң түсінеді біздің үйдің балдары. Сен біздің үйдің балдарына олай дауыс көтерме деп. Біздің үйдің балдарының қорғанымын да, фанатымын да. Бұл да бір даналық қой енді. Мысалы қарап тұрсаңыз, әсері қандай да, бір ауыз сөздің өзі көп нәрсеге әсер етеді. Негізі адамдардың мына ішкі установка деп айтады ғой, ішкі өзінің бір көзқарастары қалыптасып қалатыны сол бала кезде естіген сөздерден ғой, ата-анасының тарапынан. Мысалы үнемі отырса опақ, тұрса сопақ дейді ғой. Мысалы ескерту жасай беретін болса, мысалы ол бала қандай болады өзін, мысалы менің бір жерім дұрыс емес деген сияқты кішкене сондай ол құйылып қалады. Құйылып қалады да, ол мысалы өмір бойы, мысалы қазір неге айтамыз, балалық жарақат деген сияқты, ол жаңағы сол бала кезінде құлағына сіңіп қалған нәрсе, ол ішкі бір сондай көзқарасты қалыптастырғаннан кейін ол солай екен деп ойлайды. Өзінің орны сондай екен деп ойлайды да. Ол мысалы қоғамға келгенде мысалы бір жертва күйінде, рөлінде болуы мүмкін да, ол жұмыс орнында да, отбасында да. Мектептегі буллинг та осыдан шығатын шығар деп те ойлаймын. Негізі қазір сол көптеген мәселе, тағы да айта кетейін, мана 5 жасқа дейінгі балалардың, мысалы менде өзін өзі қалай қорғау керек деген сияқты да сабақтар өткіземін мысалы да. Себебі бәрібір де ол ең бірінші отбасында құрмет көрген, өзінің пікірін айтуға, мысалы кейде ата-анасына қарсы пікір айтуы да мүмкін да. Мысалы ол әке-шешеңе қарсы сөйлеме деп тыймау керек, баланың пікірін тыңдау керек. Келіспеген тұстары болса, сенің пікірің осылай екен, мен былай ойлаймын деген сияқты оның да пікірін қолдап сондай үйреткен кезде ондай балалар буллингке шыдамайды. Олар мысалы буллингке ұшырауы да мүмкін, бірақ олар төзбейді оған. Бірден айтуы мүмкін, көмек сұрауы мүмкін. Себебі буллингке ұшыраған бала ешқашан ол өз-өзін қорғай алмайды. Бұл жерде міндетті түрде оны қорғайтын ата-анасы бірінші рөлде болу керек. Ал бізде көбіне қандай жағдайда бала төзеді, егер ата-анасының тарапынан қауіпсіздік сезімін сезбейді. Мысалы ол дейтін айтса барып өзіне ұрсуы мүмкін деген сияқты. Немесе қорқасың ба, неге сен сол кезде сөйтпедің деп өзін жазғырып жіберуі мүмкін да. Сондай сөздерден қорқады да, ол бала іштен тыйыла береді, немесе сол жаңағы агрессордың әрекетіне шыдап жүреді, жаңа ақша жинау деген сияқты әртүрлі. Сол агрессорлар қайдан шығады? Негізі осы ситуацияда көбіне жаңағы агрессорларды жазалау керек деп та сондай ұстаным бар ғой. Негізі бірақ олай емес, агрессорлардың өзіне де көмек қажет деген сөз. Себебі мысалы бала бір сондай сөз бар, мысалы буллинг отбасынан басталады деген. Былайша айтқанда қорқынышты сияқты, мысалы бала мектепте буллингке ұшыраса, оны бір қорғаудың, жаңағы буллинг жасайтын балаларды ортадан ажыратудың немесе бір әдістер бар, ал егер бала мысалы қатыгез ата-ананың баласы болса ше, ол сол отбасында дүниеге келсе ше, ол сол ортада өмір сүруге мәжбүр сол бала. Сол кезде бұл жерде баланың жүйке жүйесіне де байланысты. Егер жүйке жүйесі әлсіз бала болса, мысалы ата-анасы агрессор, үнемі қол көтереді, бір-біріне, даже ата-ана екеуі бір-біріне үнемі дауыс көтереді, конфликт жиі болатын болса, конфликт міндетті түрде болады ғой кез келген отбасында, бірақ ол жиі жаңағы не болса, бұндай жағдайда жүйке жүйесі әлсіз балалар тұйық
сотталып жаңағыдай жәбір көретін сондай рөлдегі балаға түсіп кетеді. Ал жүйке жүйесі мықты балалар дәл сол іс-әрекетті қайталайды. Олар өздері агрессор болады да, потому что оларға ол нормальный сияқты да, адамдарға сондай қарым-қатынас жасау деген. Ол басқа адамды сыйлау, басқа адамның эмоциясын сыйлау, оның жеке арасын сыйлау деген ұғымдар, дағдылар қалыптаспағандықтан олар осындай әрекеттерді жасайды, қайталайды. Назира ханым, бізге мында студияға өте керемет балалық травмаларды емдеу, бұл деген ішкі сәбиді емдеу деп айтылады. Ішкі сәбиді емдеу. Бұл деген метафоралық ассоциативті карта деп аталады. Бұл мак карта деп айтамыз, қысқартып айтқанда. Түрлері өте көп болады, әртүрлі мақсатқа байланысты. Мен өзім жаңағы өзімнің жеке кеңестерімде, терапияларымда қолданатыным осы ішкі сәбиді емдеу деген. Бұнда барлығының негативті ма сонда? Жоқ, позитивтілері да бар мұнда. 100 картадан тұрады барлығы. Сосын бұл жерде жұмыстанғанда, мысалы, өзіне клиент, мысалы, бұл картамен жұмыстанғанда өзіне жаңағы бір жақынырақ болып тұрған бір картаны таңдайды. Андай наугат таңдамайды, кәдімгі өзі көріп тұрып таңдайды. Қарамай таңдайтын карталардың түрлері де бар мынандай. Яғни бұл картаның мақсаты не десек, ең бірінші, мысалы, қарап отырсаңыз, адамдар позитивтін де таңдауы мүмкін, негативтін де таңдауы мүмкін да. Және бұл мак карталардың арғарай жаңа қойылатын сұрақтары бар. Сол арқылы клиенттің мысалы мәселесін де анықтауға болады. Көпшілігі енді бұны андай гадать ететін карталармен шатыстырып жатады ғой, бұл негізі бұл құрал ретінде пайдаланылады. Адамның жаңа түп санасымен байланыс орнататын құрал. Көбіне ішкі ойларын айта алмайтын, мысалы, жасөспірімдерге мен қолданамын да, немесе ата-аналар болса, мысалы, біздің сәбилік жарақатымызды емдегіміз келеді деген сәттерде қолдануға болады. Мысалы, мен мына картаны Сіз осы картаны таңдап тұрсыз, енді бұл жердегі бала неше жаста және ол қандай? 9 жаста деп ойлаймын. Ол бақытты, кеудесі қуанышқа толы. Ал ол өзінің әке-шешесінен қандай сөздер күтеді, қандай қолдау күтеді, не естігісі келеді? Сен өте таланттысың, сенің қолыңнан бәрі келеді. Сосын тілек жолың қашанда ашық болсын деген сияқты. Сондай сөздерді естігісі келеді. Осындай мысалы сұрақтар қою арқылы жетелеп, мысалы позитивті таңдағанның өзінде де, мысалы, кейбір адамдар өмірлік жолында қазір бір қиын сәттерде жүрсе, сол мына ішкі сәби деген негізі біздің балалық кездегі сезімдеріміз, сол сәтте есімізде сақтаған бір эмоциялар, немесе тыйылып қалған эмоциялар болуы мүмкін, немесе бір установкалар болуы мүмкін. Сол сәтке қайтадан оралу, мысалы, сіз қазір өзіңіздің 9 жасыңызды, мысалы, сол сәтке оралғандай болып, сол эмоцияларды қайтадан басынан өткереді. Егер, мысалы, позитивті картаны таңдаса, ол өмірінде осындай жақсы сәттің болғанын есіне түсіріп, ресурсы көтерілуге. Ал егер негативті жағдайлар болса, сол кездегі, мысалы, оның эмоциялардың тыйылып қалуына, бір установкалардың қалыптасуына сол бір случай себеп болған болса, соған ол ересек адам тұрғысынан қарап, ол жерде, мысалы, сол ситуацияға өзінің кінәлі емес екенін, ол, мысалы, ондай адам болуға міндетті емес екенін түсініп, ары қарай уже теріс ойлары қалыптасқан, сонымен жұмыстанады. Бұл жерде уже көбіне өзінің сұрақтарына жауапты өзі айтып беретін болып тұр ғой, сіз сол жауапты іздеуге жетелеуші сұрақтар қойып отырсыз. Және сол клиенттердің жауабының ішінен де, мысалы, мәселе шығуы мүмкін. Сол нақты бір ситуацияны айтып беруі мүмкін.
сол сияқты негізі мысалы көптеген біз мана басында айтып өттім ғой, ең бірінші баланы әкелгенде бәрібір де ата-ана психологпен жұмыстану керек деп. Мен қазір мысалы болашақта өзім жоспарым уже аналардың өзімен тереңірек жұмыстануды ойластырып жүрмін. Себебі адамдардың көбіне жақсы өмір сүруіне, сапалы өмір сүруіне кедергі келтіретін олардың теріс ойлары. Көптеген теріс ойлар қалыптасып қалған. Ол теріс ойлар бірден жаңағы негативті эмоция тудырады да, жаңағы қарым-қатынаста, отбасындағы қарым-қатынаста, жолдасымен қарым-қатынаста, әртүрлі жағдайларда, тіпті жұмыста болсын, оның барлығы кедергі келтіріп отырады адамға. Қалай жақсы ойлаймыз, қалай жақсы арнаға түсеміз? Ең бірінші, өзіңіз қалай жұмыстандыңыз осы бойынша? Әрине әртүрлі адам болғасын, мен барлық адамдар идеальны түрде жаңағыдай ешқандай негативті эмоция сезінбеймін, барлығы жақсы деп айта алмаймын. Себебі өмір болғасын барлық әртүрлі адамдар кездеседі. Бірақ осылай жылдан жылға мен өзім ұстанатын бір ұстанымдарым бар. Кез келген адам біздің өмірімізде кездесетін, ол бізге бір нәрсені үйретуші ұстаз деп оны жиі естиміз ғой өзімізде. Сол менде мысалы өзімді былай бақылаймын. Мысалы қандай ситуацияда болсын, егер мен негативный эмоциям көтеріліп кетсе, мен ашуым туса, мен сразу өзіме сұрақ қоямын. Бұл ситуацияда мен не үйрену керекпін деген. Сондай сұрақты қоямын. Және мен не ойлап тұрмын деп. Негізі мысалы ойлы, мен не сезініп тұрмын және не ойлап тұрмын. Себебі мысалы кез келген бір ситуация болады, ол эмоция туғызады сразу да. Негізі сол эмоцияның тууына себеп бір ой болады. Негізі адамдар сол ойын анықтап алса, мәселесі сол жерде. Мысалы бір қарапайым мысал, көшеде келе жатырсыз, бір адам, қараңғылау бір көшеде бір адам келе жатыр алдыңызға. Мысалы сізде қандай ой пайда болуы мүмкін? Қорқыныш да, мысалы сіз жоқ, ол қорқыныш эмоция да. Мен қорқам. Қорқасыз. Қараңғыдан қорқам. Сізде қорқыныш эмоциясы пайда болды. Неге деп ойлайсыз мысалы? Тез жүріп кетеді. Неге екен? Сол екі ортада бір ой бар, ой болмаса сізде қорқыныш болмайтын еді. Маған бір әлімжеттік көрсетеді деп қорқамын. Иә, сондай бір қауіпті сезесіз да. Дәл сол сияқты мысалы басқа бір адам ондай ойы болмаса, ол жайбарақат өтіп кетуі мүмкін деген сияқты. Ол тек менікі, иә. Иә, тек қана дәл сол сияқты мысалы бізде мысалы жеке кеңеске келгенде ата-аналар аналар айтып жатады ғой өздерінің мәселелерін. Ең бірінші негативті эмоция қай сәтте көтеріледі және оған қандай ой келді деген талдаймыз. Арнайы техникалар бар, жаңа формулаға салып деген сияқты. Жеке кабинетіңізге ол адам мысалы өз еркімен келеді, иә. Назира ханым, менің осы мәселемді шешіп беріңізші деп келгеннен кейін бұл жерде ниет басқа болғандықтан сіздің нәтижеңіз де бөлек болады, иә. Осы нәрсені мен түсініп отырмын. Өте керемет подкаст болды, Назира ханым, сізге көп рахмет айтамын. Аналарға өте пайдалы ақпарат болды деп ойлаймын. Осылай сіз сияқты мамандар көп болсын, біздің Оралға өте керек. Сізді көп адам танып, жеке кеңес алуға аналар келеді деп ойлаймын. Курстарыңызға жазылады деп ойлаймын. Табысты болыңыз. Және сізге алғыс айтушы, кеңеске келген азаматтар өте көп болсын. Аналар мен балалардың психологиялық саулығы үшін жұмыс жасап жатсыз. Табысты болыңыз деп тілеймін. Рахмет, тілегіңізге көп-көп. Иә, әрине, енді осы қорытынды ретінде айта кетсем, мен де осы бүгінгі подкастта өзімнің ойымдағы айтам деген осы мәселелердің барлығын жеткізе алдым деп ойлаймын. Және соңында айтатыным, неге мен аналарға деп айтам, себебі әйел адамның, мысалы ер адамнан айырмашылығы, ер адамдар кез келген мәселені ойлап, талдап, өздері қорытынды жасай алатын табиғатында өздерінің сондай дағдысы бар. Ал әйел адамдар көбіне ауызбен айту, сөйлеу арқылы, жаңа сіз айтып жатсыз ғой, жолдасымен бөліседі деп та, құрбысымен бөлісуі мүмкін, анасымен бөлісуі мүмкін. Және өзіңіз байқап қарасаңыз, көп
нәрсені өзіңіз ауызбен айтып жатқан кезде миыңызға уже шешімдер келе бастайды. Сондықтан да мысалы айту керек дейді. Егер сіздің мысалы бірақ бір нәрсені ескере кету керек, егер сіз мәселеңізді бөліскен адам сізді одан сайын түңілтіп жіберетін болса, сен қалай шыдап жүрсің, қиын екен, бұндай мәселе менің басыма берсе мен шыдай алмас едім деген сияқты болса, ажырасуға итермелеп жіберуі мүмкін. Бұндай адамға лучше айтпаған жақсы. Әрине психологтардың ең бірінші жаңағы қасиеті деп айтайын, адамды ешқандай жаңағы талқыламайды, оның барлық мәселесін қабылдап, сондай өз шешім шығаруға, суық санамен қарауға ситуацияға, сондай қолдау көрсететін көмегі бар. Және сол менің парақшамның өзінде де мысалы тегін жаңағы ата-аналарға арналған көптеген пайдалы ақпараттар бар. Соны қарап қолдап отырсаңыздар деген сондай ниетім бар. Сізге де көп рахмет. Бүгінгі подкастта өзімді өте жайлы сезіндім. Сіздің фотостудияңызда барлығы ұнады маған. Сәттілік тілеймін өзіңізге. Рахмет көп.